Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен сәресі уақытында қандай берекет бар және де сәресін ішудің маңызы қандай, сол жайында ақпараттармен бөлісетін боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Қасиетті Рамазан айының бір берекеті сәресі ас ішуде. Тілімізге еніп кеткен сәресі сөзі араб тілінде сухур деп аталады. Ол түннің үшінші бөлігі. Бұл кездегі уақыттың өзінде үлкен мән жатыр. Өйткені дұғалар қабыл болып, Алла тағаланың ерекше кешірімі түсетін мезгіл. Сәресі уақытында қандай берекеттер бар? Бірінші сүннет мезгілі. Пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, әрдайым жасаған амалын орындау арқылы сүннетін іске асырып, сауапқа кенелеміз. Сахаба Зайд ибн Сабит: біз Алла елшісімен, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, бірге сәресі асын іштік. Сосын намазға тұрдық дейді. Зайд ибн Сабиттен азан мен сәресі уақытының арасы қанша болған еді деп сұрағанда, сахаба 50 аят шамасында деп жауап берген. Демек, шынайы ниетпен сәресіге тұру сүннеттің сауабына кенелтеді. Екіншісі исламға тән амал. Рамазан айында сәресі асын ішу мұсылман баласына нәсіп болған. Мұндай берекелі дастархан бұрынғы кітап иелеріне бұйырмаған. Сахаба Амр ибн Ас жеткізген хадисте ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, біздің ораза мен кітап иелерінің оразасының айырмашылығы сәресі ішуде деген. Үшіншісі, сәресі аста құт береке бар. Ораза айында ішкен аста үлкен береке жатыр. Қалқымыз ас адамның арқауы дейді. Өйткені ас дастархандарда Алланың мейірімі мен ризашылығы болады. Ал қасиетті Рамазан айында сәресі асын ішу пендеге үлкен берекет нәсіп етеді. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, сәресін ішіңдер, расында сәрелік аста құт береке бар деген. Төртіншісі дұға қабыл болатын мезгіл. Сәресі ас ішуге тұрған кісі дұға тілек қабыл болатын уақытқа тап болады. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, сәресі уақытында Алла тағала сұраушы бар ма? Беріледі. Дұға етуші бар ма? Қабыл болады. Истихфар етуші бар ма? Күнәсі кешіріледі деп айтады деген. Біріншісі Алла тағаланың мейірімі түсетін мезгіл. Рамазан айында сәресі ішу пенде үшін жаратқанның мейірімі түсетін уақыт. Алла тағала сәресі ас ішпей-ақ ораза тұтқан адамның оразасын қабыл етеді. Алайда бұл мезгілде ерекше мейірімге, берекеге бөленетін пайғамбарымыз арқылы білдіріп, пендесіне рахымдылық танытқан. Сондықтан мұсылман баласы мұндай уақыттың шарапатынан мейлінше пайдалануға асығуы тиіс. Алтыншысы, періштелер дұға етеді. Сәресі ішкен адамға періштелер де дұға жасайды. Әбу Сағид әл-Худри хадисте пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, расында Алла тағала және оның періштелері сәресі ішушілерге рахым етіп дұға етеді деген. Ал жетіншісі денсаулығы жақсарады және тәнге қуат береді. Расында Рамазан айында сәресі ас ішудің денсаулыққа пайдасы аса зор. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын хадисінде сәресіге тұрыңдар, денсаулықтарың жақсарады деген. Мұнымен қоса сәресі ішкен адамның ғибадат етуіне күш-жігер береді және күндізгі мезгілде сергек болады. Сәресі ішпеген адам күні бойы әлсіреп күш-қуатын жоғалтады. Тіпті аузын ашып жіберуге мәжбүр болуы да мүмкін. Сондықтан сәресі уақытында тым болмаса бір жұтым су ішудің өзі күш-қуат береді һәм денсаулыққа пайдасы зор. Қорыта айтқанда, сәресі мезгілде мұсылман баласы басқа уақыттарда
нәсіп бола бермейтін көптеген берекеге қол жеткізеді. Әсіресе бұл мезгілдерде истиғфар айтып, Алладан кешірім тілеудің, тахаджуд намаз оқудың, дүние ақыреті үшін дұға сұраудың қабыл болатын уақыты. Сол үшін Алла тағала ондай пенделерді бұлайша сипаттап мадақтаған. Олар сәресі уақытында Алладан кешірім тілейді. Жаратқан Алла оразамызды қабыл етіп, сәресінің берекетін нәсіп еткей. Сәресіні ішу ислам шариғатындағы оразаны басқа сенімдегі оразаға ғибадатынан ерекшелеп тұратын амал. Өйткені пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде: сәресіге тұрыңыздар, себебі біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының айырмашылығы сәресі ішу деген. Сәресіде береке бар. Ораза туралы хадистердің ішінде сәресіге тұрыңыздар, сәресіде береке бар деген сүйінші хабар жиі айтылады. Тек Рамазан ғана емес, басқа уақыттарда да нәпіл, сүннет, ораза ұстар болсаңыз, сәресі асын ішуге ерінбей тұрыңыз. Өйткені пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын уәде еткенде берекесі болғандықтан сәресін ішу денсаулығымыздан бөлек дүние тіршілігімізге, ақыретімізге де пайдалы болуы ықтимал. Сәресі кешіктіру пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде: менің үмметім сәресіні кешіктіріп, ауызашарға асыққан сайын әрдайым жақсылықта дейді. Яғни сәресіні мейлінше таң намазының кіруіне аз уақыт қалғанда ішіп, ауыз бекіту ләзім. Алла тағаланың рахымына бөленеді. Періштелер салауат айтады. Бір құрма болса да, бір жұтым су болса да ішіп, ауыз бекіткен жөн. Өйткені хадистерде періштелердің сәресіге тұрған мұсылмандарға салауат айтатыны жөнінде баса айтылған. Оразаны жеңілдетуші сәресіні ішкен адам, ішпеген адамның күндізгі халі екі түрлі болады екен. Себебі сәресіні ішу бір жағынан денсаулыққа пайдалы, әрі күндізгі оразаны жеңілдетуші. Хадисте: сендер өздеріңе түнгі намазға тұру үшін, түсте ұйықтап, күндіз ораза ұстауларың үшін сәресі ішіп көмектесіңдер делінген. Ақпаратымыздың соңында сәресі уақытында қандай берекеттер бар жайлы қысқаша мәлімет бере кетсек. Ұйықтап яки басқа себептермен сәресіні өткізіп алғандар ештеңе ішіп жеместен ораза ұстауын ары қарай жалғастыра береді, бірақ сәресіні жіберіп алмауға тырысқан жөн. Хадисте: сәресіні ішіңіздер, себебі сәресіде берекет бар. Бір жұтым су ішсеңдер де сәресіні тастамаңдар, себебі сәресіге тұрғандарға Алла тағала рахым етіп, періштелер кешірім тілейді делінген. Сәресі мезгілі дұға тілектер қабыл болатын ең берекелі уақыт. Сәресі ішу адамға күш береді, күндізгі жұмыстарын тыңғылықты атқаруға, ғибадаттарын кемшіліксіз орындауға көмектеседі. Бұған қоса сәресіге тұрған кісі сүннет сауабын алады. Себебі сәресі жеу пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын сүннеті. Сәресіге тұрған кісі артынша сәре уақыты шықпай тұрып тахаджуд намазын оқып, Раббысына мінәжат етсе, нұр үстіне нұр болады. Құрметтім, Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сәресі уақытындағы берекетті жіберіп алмайық. Әрбір тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.